Бір адам жас баласын жанын алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді, кезеді пісіп болған егін түрлі. Бастарын дәнге толған төмен салып бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыз ақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көпке балап, баланың сол бидайға көзі түсіп білмекке кетті көңіл жөнін сұрап. Құбылып бидайлар тұр басын салып, жіберген мырза құдай нұрға қанып, әй әке, мұның мәнін түсіндірші, бір іске тұрмын өзім қайран қалып. Бұл бидай көтеріп тұр басын көкке, қарайды шекірейіп өзі көпке, өзіне өзгелерді теңгермейтін, соншама бұл бидайдың дәні көп пе? Айтайын мұның мәнін балам саған, шырағым түрін көріп таңдан боған, өзгесі төмен қарап бүгілгенде ойлама кем екен деп бәрі сонан. Және де әкесі айтты баласына, сұқтанба құр сорайған қарасына, құдайым өзгесіне дән бергенде бұл бидай дәнсіз қапты арасында. Бидайлар басы толып иіліп тұр, дән берген қожасына сыйынып тұр, басында бұл бидайдың дәні болмай, кекірейіп көкке қарап бүлініп тұр. Елде көп бұл бидайдай адам дейді, тәкаппар оны халық жаман дейді. Қалпы емес тәкаппарлық данышпанның, тұтынба бұл мінезді балам дейді. Бұл өлеңнің идеясы иілген бидайлар дәнге толы, яғни ілімі мен білімі мол, кішіпейіл адамдарды бейнелейді. Олар өз еңбектерінің жемісін көрсетіп, Аллаға шүкіршілік етіп басын иіп тұрады. Тік тұрған басы көкке қараған бидай дәні жоқ, яғни ілімі мен білімі аз, бірақ өзін жоғары санайтын тәкаппар адамдарды бейнелеп тұр. Олар өзгелерге теңгермей өзінше шекірейіп тәкаппарлық танытады. Қысқаша айтқанда өлең кішіпейілділік, даналық пен молшылықтың белгісі, ал тәкаппарлық бос мақтан мен рухани кедейліктің көрінісі екенін жеткізеді.